Аңызға сәлем. Бүгін жер жақынды өзінің қанық түсімен білдіріп жүретін біріміздің сүйікті, енді біріміздің ауызға ала алмайтын көкөністеріміздің бірі қызылшаның құпиясымен бірге ашайық. Тарих беттеріне көз жүгіртсек, жабайы қызылшалар ежелден бері адамзаттың сенімді серігінің рөлін атқарып келеді. Біздің заманымызға дейін 2000 жылдар қызылшаның жапырақтары көкөніс ретінде және әртүрлі ауруларға шипа болатын дәрі ретінде пайдаланылған. Қызылша атты аталатын ежелгі құжат ретінде Вавилон патшасы Мерадох Баладаның біздің заманымызға дейін 722-711 жылдары бақшасына егілетін өсімдіктердің тізімін атауға болады. Көп ғалымдар қызылшаның отаны Вавилон деген қорытынды жасап жатады. Аталған жазбада қызылша жергілікті көкөніс емес, Сириядан әкелінген деп аталады. Ал салат немесе винегрет жасау үшін оны щеткамен тазартып, суық сумен жуып, қабығымен қайнатады. Қайнатқан кезде қызыл түсін жоймас үшін суға күншекер салуға болады. Қызылшаны асқа пайдалану біздің сүйектеріміз бен тістерімізге пайдалы әсер етеді. Бұл оның құрамындағы кальцийдің арқасында болады. Оның жетіспеушілігі тіс шегеге, мешел ауруына, сүйек кеуектенуіне және балалар бойы өсуінің бұзылуына әкеліп соғады. Сондай-ақ қызылша ағзаны тазалайды, шаршағанды басады, канализацияның алдын алады, қатерлі ісіктен қорғайды. Әсіресе қызылшаның шырынының пайдасы ұлан асыр. Қызылша шырынымен бәріміз күрделі мәселеміз саналатын баспа ауруын ангина емдеуге болады. Ол үшін бір стакан қызылша шырын, біраз қасық балды қосыңыз. Дайын болған қоспамен күніне 6 рет тамағыңызды шайыңыз. Қызылша шырынның өт жолдарымен шектерді тазартып, асқазанды емдейді. Асқынып кеткен жаралар мен өзге де қабынған теріні таңып тастауға болады. Қызылшаның құрамында көмірсулар, жасұнық, калий, фосфор, кальций, магний, темір, мырыш, дәрумендердің негізі С, В1, В6, ПП, Е дәрумендері, фолий қышқылы бар. Жинап алған бойда пісірген қызылшаның емдік қасиеттері бар. Ол жасы ұлғайған, гематурияны және бауыр ауыратын іші қатқан адамдарға пайдалы. Қызылша көп қайнатуды қажет етеді. Примеріне 2-3 сағат. Оны тез пісіру үшін 1 сағат қайнатылған оттан алып суын төгеді де 10 минут үстіне суық су құяды. Қызылшаны Аполлон құдайына құрбандыққа шалған ежелгі гректер оны өте жоғары бағалаған. Рахмет, сау болыңыздар.